Достар, қалдарыңыз қалай? Менің бүгін вообще настроением нөл. Өйткені қазір міне бізде бір жаңалықтар болып жатыр, өте сондай жағымсыз. Ол 22 күнге газдың болмауы. Мен білмеймін, осы бүкіл жаңағы ауылда болмайды ау деймін, кажется. Или біздің мына көшеде ма, қасымыздағы ауылдарда да кейбіреулерінде тоже болмайды екен. Настроение бізде нөл. Газдың жоқ деген сөзі, ол біз баллонмен тамақ жасау керекпіз. Біз жарайды, тамақты қоя тұр, баллонмен тамақ жасай береміз, бірақ оның да минустары бар, оның иісі шығады баллонның. Үйде онымен үйдің бәрін састып жібереді. Короче говоря, баллон. И одан да жаман тағы бір минус, ол ыстық судың болмауы. 22 күн қараңыздаршы, душқа түсе алмайсың дұрыстап. Душқа түсу үшін су қайнату керек. Это просто жесть. Мен ондай нәрсеге бірінші рет менде болып тұр. Бұның алдында ана 25 жылы газды өшірген болатын, бірақ ол 5 күнге ма, бір апта ма, сондай ғана өшірген тұғын. Соның өзінде біз баллонды енді иісі жаман ғой деп далада, газды далаға қойыпты, бір старый газ болған далада, соны ұстап, тамақты далада істейтін тұғымыз, жел болатын жаңағындай. Енді білесіздер ғой, 25 жылы ол кезде енді бір үйлер, мысалы үй салынады ғой, соған газды жүргізу үшін бүкіл жаңағы көшенің, немесе даже ауылдың газын өшіреді да, и сол жаңағы жұмыстар біткен соң, ана газды үйге алып барған соң газды қосатын. Енді ол бірнеше күнге ғана болатын. Ал қазір бізде 22 күн жаңағы үлкен жұмыстар өтеді екен, жаңағы ремонт жұмыстар. Газды аяқ біткенсені онда жалып кетеді. Ой, Алла сақтасын, олай айтпашы, сен мұқтачик. Короче, 22 күн үлкен жұмыстар болады ремонттық, соның салдарынан газ бізде болмайды, достар. Сонымен қатар біздің жолдың бойында бірнеше үй салынып жатыр, оларға тоже газ, тоже жаңағы тартады. Енді білмеймін, сол 22 күннің ішінде тартып тастаса жақсы, если тағы да одан кейін тағы өшірсе, енді я не знаю, что делать. Біз қазір ойланып жатырмыз, не істейтінімізді, осы 22 күн үйде боламыз ба, немесе басқа қалаға қыдырып келуге кетіп қаламыз ба, ол әлі белгісіз, достар. Сондықтан да қызық болса сіздерге біздің каналымызға жазылып қойыңыздар. Бастайық. Еще такой старенький баллончик, қараңыздар да. Үйде, қазір кухняда жаман болып тұрады. Оны тығатын жерде жоқ бізде. Что поделать? Мұса настроениесі жоқ. Неге? Өткен маған серьезный түрімен қарап тұр. Ну мне, ойбай, қой. Ал мына жерде бізде шөп. Кеше шөп ордық. Ордыстадық. Мен көмектестім. Мынаның өзі жартысы ғана, осындайдың тағы біреу мына контейнердің артында тағы бар. Бұны скоро өртейміз. Не істейміз, қыдыруға шығып кету керек сияқты, 22 күн газ болмаса. Бәріміз. Білмеймін, Шымкентке мен Түркістанға барғым келген. Астанаға барсақ та болады. Мен достар Шымкентке, Түркістан жаққа, Қожа Ахмет Яссауи, Арсанбабаға, сол жақтарға барғым келіп тұр. Газды бері тартып, баллонды мұсан жалғап қойды, міне теңіз. Мынау біз анада келген сүттеріміз. Бізге реально тағы да бір кішігірім морозильник алу керек сияқты. Апа, мынау анадағы жылқының еті. Осыны қуыра бермейміз ба? Сүйегі болса, аздап сүйегі болса. Опа, қаласылайын, так вот. Еттердің барлығы морозильниктің астында қалып қалған ғой. Бірақ ет таптық, достар. Охо, какая красота. Мына жерде кішкене ғана сүйегі бар, әйтпесе барлығы осының турама ет, мякоть дейді ғой. Міне мына жерде де сүйегі бар. Бұны апа осы жақында барған кезде алып келген. Алдыңғы видеоларымыз бар. Өте көп азық-түлік деген видеодан көрсеңіздер болады. Сол обзорда бар осы еттер. Ал достар, бүгін мен тамақты мынандай әдемі етпен жасаймын. Жылқы еті. Талдықорғанда сатылып алынған, килограммы 3500 теңге тұрады. Бұл жерде көбісі мякоть, сурпет дейма, енді осылай. Сіздер ондай сөзді естіп педіңіздер, сурпет деп айта ма, или қара ет деп айтады бізде бұндай.
Короче, ішінде кішкене сүйектері бар камерамда. Мына жерінде сүйек, мына жерінде, ну енді бұндай етті сүйексіз сатпайды достар. Мына жерде менде жаңа қайнатылған сүтім. Газды бұлай жасап қойдық, қараңыздар да. Артында баллон тұр. Баллонды тамақ істеп болған соң сразу ана жерін өшіріп тастау керек, әйтпесе үй прям газ сасып тұрады екен. Ал өшіріп тастасаң сасымайды. Бүгін енді Аллаға шүкір, ондай қатты ыстық емес. Яй, Алла сақтасын, айтпа. Бүгін қатты ондай ыстық емес та, жел болып тұр. Дала күшті болып тұр. Керемет болып тұр далада. Бұлтты, желді, жаңбырлы болып. Сондықтан да мына иісі ондай қатты сезіліп тұрған жоқ. Но, достар, егер ыстық болса, мына газдың иісі қатты сезіледі. Тамақ істеген кезде ғана сезіледі екен. Басқа кезде біз ана жерін өшіріп тастаймыз. Ал достар, мен қазір өзіме үйге чайниктар таңдап жатырмын. Наборный чайниктар бар екен. Мында Викалинанікі 12.500 теңге тұрады. Үлкені және кішкентай мынау. А мына 10.000 теңге екен. Мындайсы бар екен, үлкендеуі. Наборный чайник. Пока не буду брать. Мен қазір мына чайниктарды қарап жатырмын, достар. Қараңыздар, 5800, 3700 1 литрлік. Мынау жақсы. Бұл знаете қандай фирма? Бұл мынау фирма. Міне, Звейлон деген. Бірақ қарасам, мына жер кішкентай екен. Ішін жуған кезде менің қолым симайды. Сондықтан да мен қазір осынан таңдап тұрмын 4500-ге. Ішін жуған кезде менің қолым сияты. И бұл Викалина. Міне, Викалина жазып тұр. Осындай чайникті хочу. Өйткені біздің мынандай чайнигіміз бар, қайықта. Мынандай чайник бар да үйде, бірақ оның сыры ұшып кеткен. Мына жері кішкене күйіп кеткен. Сондықтан да бұндайды алмаймын енді. И вот осыны өзіме таңдадым. Менің ойымша жақсы бағаға жақсы чайник алдым. Оныған басқа, мына жерде одан басқа да заттар бар. Бұның барлығы менде бар. Звейлонның тағы осындай ет шанағыштары да жақсы екен. Менде бұның кішкентайлауы бар, мынандай где-то 2,5 литрлік бар. Осылар жақсы екен. Осы фирманікі. Бізде осындай бар, подаркке келген. Мен өзіме тағы да фен қарағым кеп тұр. Фендар. Мынандай бар екен, 3700 теңгеден. Мына жерінен духи бір нәрсе шығады екен. 500 ваттық. Так, 3100-дігі бар екен. Мындай бар 2400-ден. Витектікі. Посмотрим. Осындай жақсы сияқты мына осы. Вот думаю. Осындай бағаға тағы Пиндододан сразу анандай наборын сатып алуға болады. Енді качество білмеймін қандай келетіні. 35 000 теңгеден. Тоже Звейлондікі. Микроволновая печкалар да бар екен. Вот такая вот прикольная штука. Носоковыжималка. 9900. Жақта кісілер таңдап жатыр бір нәрсе. Техника. Мелкая бытовая техника. Мында отпаривательдер бар екен. Утюг дейді. 2800 теңге. Знаете, қолжетімді техника өте көп. Және де жақсылары бар. Вот, біздікі. Мынандай бізде болған. Сынып қалды. 1100 теңгеден. Осындай ала салайық па аяру? Мынандай сынғаны. Или нормальныйсын алайық па мынандай? Иә, олар 3700 теңгеден. Нормально. Или сендерге стайлер алайық па? Жоқ, нормально. Стайлер. Не хочешь стайлер? Так. Здесь. Тоже заттар бар. Ал достар, қараңыздар. Біз қай жақта жүрміз? Менің мамамның бағында. Қараңыздар, қандай әдемі алмалар өсіп жатыр мына жерде. Қандай сорт екен, кім айтады? Керемет. Міне, нетіп қалсаң болды осылай. Қолымен бір текеп қалсаң болды, жерге түсіп қалады екен. Мына балалармен жүрміз. Әне, күшті ме екен? Жесе бола ма? Нетіп жесе, сүртіп, или жуып сүртіңдер, жеңдер. Сонымен қатар мына жерде қараңыздар, қандай әдемі ағаштар өсіп тұр. Ана жердің барлығы тіпті. Ана көріп тұрсыздар ма, тағы да алмалар өсіп тұр.
розовый. Мына жерде үлкен сортты алмалар өсіп тұр. Ай, қандай күшті. Қараңыздар да достар. Міне, дәу алмалар бұлар. Қараңыздар қандай үлкен. Әлі жасыл екен. Мына жерде виноград. Қаншама еңбек екен достар. Мамам шәкірттері міне қандай әдемі жасап қойды. Керемет, міне әдемі болып өсіп жатыр. И былай кете берсеңіз сол виноградная роща дейді ғой, бұны орысша айтқанда. Мынау немене? Тоже жейтін өсімдік. Бұны мен білмейді екен. Бұл, наверное, бұл свекла. Қазір Мұхтар, тоқтай тұр. Дәмді ме екен алма? Сүртіп же. Алманың беті шаң ғой, Мұхтар. Сүртіп жуып же. Пажу. Мақта кішкентай балалар. Міне қарасып тұрсаңыздар. Мынау алманы қараңыздар. Той. Бұтақтарын қараңыздаршы. Алманың салмағынан түсіп кеткен. Міне, көріп тұрсыздар ма? Анада жел де болды бір жағынан. Әрине осылай көтеріп қойға болатын еді. Міне, кішкене нетіп қалсаң болды ше. Саусағымен бір тиіп кетсең болды, жерге түсіп жатыр. Енді біз жерге түскендерін алып жатырмыз. Міне достарым, сіздерге бір әдемі көрініс. Әне, алма ағашы осындай болады. Өте тәтті екен алмалар. Өте тәтті. Ой. Мынандай алмаларды, жерге түскен алмаларды алыңдар, балалар. Қазоска бір пакет алып кел, жерге түскен алмаларды алайық. Міне достар, қараңыздар. Біліңіздер ма? Қараңдар достар. Қараңдар, кішкентай ғана жерде қаншама алмалар өсіп жатыр, е? Мынаны қараңдар. Тура жүзім сияқты. Әне қараңыздар, мына жерді қараңыздар. Міне, достарым. Мына жерде тағы да бір ағаш өсіп жатыр. Кәдімгі ағаш сияқты. Мына жерде де бұл алмалар. Міне, мынау енді жас ағаш. Тоже алмалар өсіп жатыр. Осындай ағаштардың жасыл өсімдіктердің арасында жүрген, қатты күн шыққанда, қатты күнді, ыстық күн болған кезде, осындай жасыл ағаштардың арасында жүрсеңіздер, инфракрасный лучтарды өте қатты өздеріңізге сіңіресіз достар. Ол өте пайдалы. Сондықтан да ағаштарды көбірек өсіріңіздер. Мынау не нәрсе? Мынаны қараңдар да. Мынау не, кім біледі? Қараңыздар да. Шие ма, не бұл? Ана кезде мамам тағы да не беріп жүрген? Прям магазинный сияқты дәу черешнялар беріп жүрген. Қазір оның да ағашын көрсетем. Мынау да кішігірім алмалар екен. Ана жерде үлкен алмалар өсіп тұр. Мына жерде одан кейінгі. Әлі жасыл. Айселе басын аярушканың қасына. Қараңдар қандай әдемі. Роза гүлдер арасында саттың. Мынау немене? Мынау помидор, достар. Көріп тұрсыздар ма? Помидорлар өсіп жатыр. Өте барлығы керемет жасалған. Керемет просто. Мына жақта да міне. Көріп тұрсыздар ма? Бұл не нәрсе? Мен өзде өсімдіктерде қатты хабарым жоқ. Наверное, бұл огурцы. Дұрыс па? Огурцы. Қараңыздар, достар, ананың барлығы помидор. Барлығы помидор. Мынау огурцылар сияқты. Бүгінгі обзорым сіздерге ұнайды деген ойдамын. Маған лайк қойып қойыңыздар. Міне қараңыздар, достар. Мына жерде не өсіп жатыр? Мәссаған. Дәу, қып-қызыл алмалар. Қатты екен өздері. Керемет. Міне кейіңіз алма ағашы. Көрдіңіздер ма? Қып-қызыл. Бұл мамамның. Мынауыз қараңыздар, кішкене уже мягкий. Это немножко мягкая. Прикольная. Мамамның айтқанысыз мен бұны алмаймын. Әжет қараңыздар, грушалар да өсіп жатыр екен. Міне керемет. Грушалар. Міне біреу тұр. Көрдіңіздер ма? Мына тұр біреу. Күшті. Мына жерде кішігірім қора. Бұның ішінде қойлар, және де бір сиырдың баласы не дейді? Бұзау ма? Бұзау. Мына жақта. Мына алманы қараңыздар қандай. Ай қой, мынау груша ғой. Қараңыздар достар. Груша, томпақ груша. Керемет. Сарғайғандар да бар екен. Күшті. Айзелен қолдарыңа ұстап жүрсіңдерші балалар. Мен мына жерде түсіріп алайын. Мынау да груша. Қараңдар балалар, қалай көшеді груша? Керемет па? Міне грушалар. Міне груша. Айзелешкаға барайық. Айзеле, не болды, неге жылап жатсың? Мынау огурцы. Осы огурцы, наверное. Сонда мынау не болды? Мынау огурцы емес па? Мынау да помидор сияқты соған қарағанда. Жүра ғой, Зелешка, жүра. Мына жерде су құбырлары жатыр. Өте жақсы. Придумали. Ана жаққа барғым кеп тұр. Бірақ мына қасымда қызым. Бармайды.
иә кезінде ит болған ана есіктің қасында кілеттің қасында, бірақ қазір ол жоқ. Мына жақта да қараңдар, алма ағаштары прям бүкіл жерде. Мына жерде де мынандай өсіп тұр екен. О, қажыгет сен ба керген? А мынау ше, мынаның ішінде не бар? Осыны ше салайық. Папа. Ал міне папаларынан. Алыңдар. Қандай керемет. Еще такой красивый цвет. Күшті екен. Бір үлкен розовый алмалар бар екен. Содан да бір 3-4 алып кетейікші. Шие. Баспа. Мына жерде қараңыздар да. Мынадан хочу я. Осыдан аламыз ау деймін. Мамадан. Міне, бір қызыл алманы қараңдар. Мынау не сорт екен, а? Мынау апорт бекен? Қандай әдемі. Осында бір екеуін алып алайықшы. Мен өзім жеймін бұны. Жоқ, пісті? Ал қажош, қалай алма? Жақсы. Кішкентайлары тәтті болды, я? Кішкентай розовыйлар. Мыналар кислый екен, достар. Кисло-сладкий. Кисло-сладкий, оны айтма, аскорбинка сияқты. Айтпаш. Керемет. Енді бұл бір күндік еңбек емес, бұл бірнеше жыл өскен, жақсылап тұрып күтілген алма ағаштары ғой. Керемет екен. Өзі структурасы әдемі екен, я қараш. Селитрасыз, табиғи жолмен өскен алмалар. Осындай. Өте сочный. Ішінде соғы көп, қатты тәтті емес. Кислылау болса, витамин С-сі көп деген сөз ғой. А егер тәтті болса, оның ішінде енді фруктоза көп болады. Сол достар, сіздерге видеоны деген ойдамыз.